ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Енді сөзімізді Раббымыз Аллах Тағалаға мақтаумен бастаймыз. Расында Аллах Тағалаға мақтаулы, мақтауға лайықты. Біздегі болған әрбір нығмет үшін өзіміз танып білген, өзіміз танып білмеген, санына жете алмайтын нығметтер үшін Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Сол нығметтердің ішіндегі ең қымбаттысы, ең сондай бір аяулысы, Аллахтың ең тек қана сүйген құлына беретін нығметі иман үшін де Аллахқа мақтаулар айтамыз. Және де Аллах Тағаладан өзіміздің істеп жатқан кемшіліктеріміз болатын болса, сөзден, көзден, өзімізден кеткен кемшіліктер болатын болса, оның кесірінен, оның жамандығынан бізді сақтасын деп Аллахтан пана сұраймыз. Аллах Тағала баршамыздың кемшілігімізді жасырсын деп пана сұраймыз. Және де Аллах Тағаланың игілігі, Аллах Тағаланың сәлемі, тыныштығы өзіміздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Ол кісіге Аллахтан айтар ізгілік тілейміз, және ол кісінің әулетіне, ол кісінің сүннетінен ұстанған барша үмбетіне Аллахтан тыныштық болсын дейміз. Сонымен қатар енді бұндай бір Аллахты еске алатын, Аллахтың кітабынан аяттар оқылатын, пайғамбарымыздың хадистер айтылатын жерлерде, Аллахты зікір қылатын жерлерде Аллахтың мейірімі жауады дейді, періштелер қоршайды дейді. Бұл бір адамның тілектерінің қабыл болуына себепкер болатын жерлер дейді. Осындай бір мүмкіндіктерді пайдаланып отырып, біз әйтеуір жер бетіндегі барша мұсылмандарға Аллах Тағаланың олардың арасында бір-біріне деген мейірмандылығын арттыруына, бір-біріне деген бауырмалдығын күшейтуін сұраймыз Аллах Тағаладан. Қиналдағандарына Аллах жәрдем етсін дейміз, ауырғандарына ауруына шипа берсін дейміз, қарызға батқандар болатын болса, қарыздан құтқарсын дейміз. Алла собырады қиналған аш болса, оны тойдырсын, шөлде болса, шөлін қандырсын, жалаңаш болса, киім нәсіп етсін. Мұсылмандардың Аллах Тағала малдарын, жандарын, бала-шағаларын, әйелдерін, арларын, намыстарын өз панасына алып, дүниенің, ақыреттің ізгілігіне жеткілуін Аллахтан сұраймыз. Енді негізгі бүгінгі тақырыбымыз өздеріңізбен бір Аллах нәсіп етіп осы бір қалаға тағы келіп қалған екенбіз. Сіздерге Аллахтан бір тыныштық, мейірім, берекет болсын. Бүгінгі бір бас қосуымызды ойлап жатырмыз. Мына өздеріміз жиі мүмкін білеміз ба, кей кезде білмей қаламыз ба. Аллахты танығаннан кейін мұсылманның істейтін бір тіршілігі бар. Ол Аллахтан кешірім сұрау деген. Сол енді жаңағы арабтың тілінде, біздің өзіміздің тілде де көп айтылып кеткен истиғфар дейміз ғой. Кешірім сұрау, сол тақырып жайында кішігірім айтып кетуіміз керек болып отыр. Өйткені кешірім сұрайтындар кімдер көбінесе? Кешірім сұрайтындар Раббысын таныған адамдар. Кешірім сұрайтындар кімдер көбінесе? Ол күнәнің қандай адамға зиян әкелетінін білген адамдар. Кешірім сұрайтындар кімдер? Олар ертең күнәсі кешірілмесе жәннатқа кіре алмайтынын нақты білген адамдар. Және кешірім сұрайтындар сол күнәнің дүниенің де, ақыретте де адамға көп деген зиян әкелетінін білген адамдар болып табылады. Сол үшін бұрынғы сәләф ғалымдар айтатын, олардың сөздерінде келетін, кімде-кім бір күнә жасаса, сол күнәнің зардабын дүниеде де, ақыретте де көрмеймін деп ойласа, ол адамды жындылардың қатарына қосуға болады деген. Сондықтан осы бір шыныменде өзіміздің уақытша бір тіршілігімізде Аллахтың кеңшілігін пайдаланып жүргеннен кейін мұсылманның және бір бойында қасиеті Аллахтан кешірім өтіну болады екен. Бұл бұрынғы мұсылмандардың бойында өте жиі кездесетін болған. Бұрынғы мұсылмандардың бойында жиі кездесетін болған. Біз оны қазір сабақ барысында ол пайғамбарымыздан, сахабалардан келтірген қиссалар арқылы байқай түсетін боламыз. Енді бұл тақырыбымыз сіздермен біздерге кішкене толығырақ түсінікті болу үшін кешірім сұрау деген сөздің өз түбіріне бір тоқталып өтейік. Бұл сөздің түбірі өзі мысалға истиғфар деп алып жатырмыз. Жаңағы түбірі өзі Аллахтан кешірім өтіну, оның ар жағы ғафара, яғфиру сөзінен шығып отыр, кешірді, кешіреді деген сияқты. Ол толығырақ сіздерге түсінікті болу үшін арабтарда бұл сөз қай жерлерде қолданылатын бір-екі мысалын келтіріп кетсек болады. Арабтарда миғфар деген нәрсе бар. Миғфар деген. Ол жаңағы жауға шыққан кезде басқа киетін дулыға. Болады ғой, кәдімгі темірден киеді.
қылыштан қорғау үшін, найзадан қорғау үшін, шоқпардан қорғау үшін басына киіп алатын нәрсенің аты миғфар. Түбірі оныкіде ғафара сөзінен шыққан. Яғни ғафара деген сөздің мағынасы жасыру, қорғау деген мағына береді екен сонымен қатар. Яғни не үшін нені қорғайды? Ол өзінің сондай бір соғыс даласында өзінің денесіндегі басын дұшпанның қылышынан, шоқпарынан, найзасынан қорғап қалады. Яғни оған бір соққы тиюден. Ал енді өмірдегі истиғфар дегеніміз біз Аллах тағаладан өзіміздің күнәмізді жасыруын сұрануымыз. Яғни истиғфар, кәдімгі араб грамматикасымен алатын болсақ, Аллах тағаладан өзіңнің күнәларыңның жасырып қоюын өтіну. Және де бір мағынасы сол күнәлардан келетін зияндардан Аллахтан қорғануды өтіну. Осыны түсінген кезде біз шынымен ол күнәнің қаншалықты пайдасы, жаңағы қаншалықты зияны бар екенін көре бастаймыз. Енді біз осы жаңағы Құран аяттарына қарайтын болсақ, болмаса пайғамбар Мұхаммед саллаллаху келген сүннеттерге қарайтын болатын болсақ, бұл жаңағы кешірім сұрауды бізге жиі бір қажет екенін, ал Құран аяттарында да кешірім сұраңдар деп келеді, хадистерде кешірім сұраңдар деп келеді. Тіпті пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзі бір хадисінде Аллахтың атымен ант ете отырып сөз айтқан хадисі бар. Яғни егер пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи Аллахтың антымен ант етіп бір сөз айтқан болатын болса, онда ол хадисқа шынымен де қатты көңіл бұру керектігін бұл жерде қамтып кетеді. Ол не? Пайғамбар айтқан «Валлахи» деген, Аллахтың атымен ант етейін, «Инни ла астағфируллаха фил яум», мен Аллахтан кешірім өтінемін бір күнде дейді, «Ва атубу илайхи», және тәубе жасаймын Аллах Тағалаға бір күнде, «Аксара мин сабиина марра», 70-тен артық дейді. 70-тен артық мәрте мен бір күнде Аллах Тағаладан кешірім өтінемін және тәубе жасаймын дейді. Ал пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ілгергі кейінгі күндері кешірілген адам. Олар күнәдан қорғалған адамдар. Егер сондай дәрежеде болып тұрып, егер пайғамбар Аллахтан кешірім сұрап жатқан болатын болса, онда біздерде мына бір заманда, біріншіден біздің иманымыздың дәрежесіменен, оның үстіне мына бір заманда, яғни күдіктер қаптаған заманда, күнәлар қаптаған заманда, біз оған өте мұқтаж болып табылады екенбіз. Бұл хадис арқылы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек қана өзінің кешірім сұрайтын хабарлап қою үшін айтқан жоқ. Яғни басқалар да Аллахтан кешірім сұрауға қатты көңіл бұру керектігіне көңіл бұрып кеткен болатын. Сол үшін жалпы адамның иманы көтерілген сайын, ол күнәдан сондай қорқа бастайды. Адамның иманы төмендеген сайын, күнәға немқұрайдылық пайдалы бастайды. Ол өзінің сөйлеп жатқан сөзіне, қарап жатқан нәрсесіне, естіп жатқан нәрсесінің күнәма сауап болған онша мән бермейді. Әйтеуір жүрміз ғой, орындап жатырмыз ғой, бес уақытымыз, Құдайға серік қоспасақ бопты, қалғанын Құдай кешіреді деген бір немқұрайды ойларға түсе бастайды. Ал Абдулла ибн Масудтан жеткен бізге хабар бойынша не деп айтады? Мұсылман адам дейді, егер ол бір күнә жасап қоятын болса, ол күнәдан дейді, тура төбесінен тау құлайтындай болып қорқады дейді. Егер төбесінен тау құлайтындай болып қорқады дейді. Ал егер дейді, мұнафиқ адам, мұнафиқ өзі мұсылман есептеуші адам ғой. Ал егер оның жүрегінде бір нифақ болатын болса, екіжүзділік болатын болса иманда, ол мұнафиқ адам дейді, күнәні дейді, мұрнына қонған шыбын тәріздес көреді, бұлай қалсам ұшырасаламын деп ойлайды. Бір кешірім сұраймыз, пендеміз ғой, кім күнә жасамайды дейсің. Кешірім сұрай саламыз деп өзін өзі алдап қалады екен. Сол үшін шыменде ғалымдар айтады, күнәнің дейді, күнәға дейді, тәубе жасағаннан көр дейді, күнәні жасамаған жеңілірек болады дейді. Күнә жасамау жеңілірек болады, оны жасап қойып, тәубе жасап жүргеннен дейді. Сол үшін Абдулла ибн Омардан жететін хадисте, енді бірде Омардан деп келеді, Абдулла ибн Омардан жететін бұл риваятта айтады, мен дейді бір отырыста пайғамбарымыз, өзіміздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кешірім сұрағанына көңіл бұрдым дейді. Олар пайғамбарды өте жақсы көретін. Біз өзіміздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды естеріңізде болсын, өзіміздің әкемізден де, шешемізден де, бала шағамыздан да, әйелімізден де, және бүкіл адамзат баласынан артық жақсы көрмейінше, біз иманның дәмін тата алмаймыз, оны естеріңізде болсын. Сол үшін сахабалар пайғамбарды сондай жақсы көрді, ол кісінің әрбір сөзін, ол кісінің әрбір ісін мұқият қадағалады олар. Егер сен бір адамды жақсы көру арқылы тыңдайтын болатын болсаң, оның аузынан шыққан Құран мен аяттары менен хадистер сен жүрегіңде жақсы қалады. Егер сен адам жеп көріп тыңдайтын болсаң, сен одан аят айтып жатса да естімегендей болып тұрасың. Сен оны тек қана кемшіліктерді көріп отырасың. Өйткені соны жақсы көрмейсің.
Ал сахабалар пайғамбарды сондай жақсы көрді. Тіпті хадистерде келеді ғой, кей уақыттарда пайғамбарды таныған кезде кәәннама аля руусина туюр дейді. Тура төбемізде басымызда құс қонып отырғандай болып тыңдаушы едік дейді пайғамбардың сөзін. Ойлаңыздар, адамның басына құс қонса, ол сәл қимылдан ұшып кетеді, біріншіден. Екінші, адамның басына құс қонбайды егер ол қимылдап отырған адам болатын болса. Ол бір қимылдамай, ұзақ ойланып отырып қалса, мүмкін құс ойлап қалың бір жартас па, бір столбы ма деп қонуы мүмкін. Абылайынан жаңағы ол құс айтады, біз пайғамбардың сөздерін басымызға құс қонғандай болып отырып тыңдайтын едік дейді. Бұл адамға негізі ілім алу жолында және бір сіздерге бір хадистен болған хикмет, мұны есте алып кетіңіздер. Ілім алуда ойыңды шашыратпағаның дұрыс. Құран хадиске бар ынтаңды қойсаң, ол саған иншалла жүрегіңе сіне бастайды. Сонда айтады, ол сахабалардың әдеттері пайғамбар егер сөз сөйлесе, пайғамбар бірге отыратын болса, сондай ықтият болатын, тіпті сахабалардың сондай риwаяттар бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның сақалында пәленше тал ақ бар етін деп келетін сақалдар бар. Оқыған болсаңыздар. Бұл не деген сөз? Сен қандай мұқият пайғамбарға қарауың керексің, оның сақалындағы ақтарды санын айтып санап алу үшін. Енді пайғамбар саған сақалын беріп қоймайды ғой, санап отыр деп, дұрыс па? Сен сондай қандай жақсы көруің керексің, сен қалай көзіңді алмауың керексің. Тіпті ана Уахши кейін ислам дінін қабылдаған пайғамбарымыздың ағасын өлтіріп қойып, кейін ислам дінін қабылдайды ғой. Сонда пайғамбар оған не айтады? Уғруб ан вajhi, маған көзіме көрінбей жүр, сені көрсем, ағам есіме түсіп кетіп, уайым келе береді деген кезде, ол Уахши жылайтын болған. Шіркін, ай пайғамбардың жүзіне бір рахаттанып отырып қарайтын кездер болар ма екен депші. Армандайтын болған. Сол Абдулла ибн Омар енді қараңыз, нені байқады Абдулла? Біреу сақалын байқап жатыр, біреу пайғамбардың сөзіне ықтият беріп жатыр. Абдулла ибн Омар айтады, пайғамбармен бір отырыста дейді, мен ол кісінің дейді, Құдайдан қанша рет кешірім сұрайтынын байқайыншы деп отырдым дейді. Міндеті сол болған. Содан дейді, бір отырыс, міне қазір біз бір отырыста отырмыз. Мүмкін ол жерде пайғамбарымыз уағыз айтқан шығар, мүмкін дастархан басы болған шығар, Алла біледі. Бірақ фи маджлисин деп келеді, бір отырыста дейді, пайғамбар Аллахтан қанша кешірім сұрайтынын дейді, санап отырдым дейді. 100-ден асып кетті деген екен да. Бір отырыста. 100-ден асып кетті дейді. Шынымен сол үшін ол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Раббысын, ол тек қана кешірім сұрау күнәмен ғана байланысты емес, сенің иманың дәрежесіне де ол көп қатысты. Біз кешірім сұрауды тек қана күнәдан кейін сұрамаймыз ғой, дұрыс па? Біз тіпті ең күшті болған, таухидтен кейінгі екінші орында тұратын маңызды болған құлшылығымыз, намазды бітірісімен не айтамыз? Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп, намаздан кейін ең Құдайдың жақсы көретін тіршілігін істеп тұрып, біз Құдайдан кешірім сұраймыз. Өйткені сол намазымыз дұрыс дәрежесінде орындалмай қалды ма, мен мүмкін оған дұрыс көңіл бұрмай қалдым ба деп. Енді ойлаңыздаршы. Намаз оқығаннан кейін Құдайдан кешірім сұрап жүрген адам, намазын бір жер кемшілік кетіп қалма деп. Ал намаз оқымаған адам қандай болу керек сонда? Мүлдем намаз оқымаған адам не болды ондан жағдай? Егер намаз оқыған адамның өзі Құдайдан кешірім сұрап жүретін болса. Міне сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы отырысында Абдулла ибн Омар айтады, мен 100-ден аса оның кешірім сұраған байқадым дейді. Бұл енді пайғамбарымыз, және де бір жаңағы Абу Бәкір Сыддықты білеміз баршамыз, Алла ол кісіден разы болсын. Аллах тағала айтыр, сол сахабаларға дегенде біздің жүрегімізге махаббат беріп, соның ғибадатының ләззатын табуды көріп нәсіп еткен болсын. Ертең Аллах тағаладан сұраймыз, әйтеуір о дүниеде болған кезде олар кірген жәннатта бола алсақ еді. Айтыр осы дін үшін көретін сынақтарда, қиыншылықтарда сабыр танытып, Құдайдың бергендеріне шүкір етіп танытып өмірін өте алсақ деп сұраймыз. Абу Бәкір Сыддық ол сондай адам, пайғамбар оны өте қатты жақсы көрді. Пайғамбардан кейін ең абзал кім десе, біз ақида пәнінің бәрінде айтамыз, Абу Бәкір Сыддық деп айтамыз. Абу Бәкір Сыддық деген ол сондай кісі, ол өте бір ешкімге нәсібесіне бұйыра бермейтін бір сөз естіп кеткен адам. Көп сөз естіген, соның бір сөзі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа кіретін 10 сахабаның атын атаған кезде ең бірінші Абу Бәкірді атаған. Біз білмейміз, Аллахтан үміт етеміз бірақтан. Өзіміздің құлшылығымызға қарай, Аллахқа серік қоспағандығымыз үшін, қолдан келгенше дінді ұстанғанымыз үшін, Аллах тағаланың ізгі құлдарына уәде еткен нәрсесін Аллах уәдесін бұзбайды деп үміт етеміз. Ал Абу Бәкір Сыддық оны бүкіл куәгерлердің алдында, және ең жақсы куәгерлер сахабалардың алдында пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір Сыддыққа өзінің құлағы еститін дәрежеде Абу Бәкрун фил жанна деген сөзді естіген адамда Абу Бәкір жәннатта болады деген. Бұл үлкен бақыт.
Сол үшін біз көп мұсылмандарға ақидіне келеді, біз пәленшеге жәннатта болады деп куәлік бере алмаймыз дейді. Бірақ айтамыз, жәннаттың тіршілігін істеп жүрген адам, жәннаттан үміті бар деп айтамыз дейді. Ал Абу Бәкір Сыддық және Омар сияқты 10 сахабаларға, оларға пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солсын өзінің сөзінде куәлік берді және сахабалар атты куәгерлердің алдында ол жәннатта болады деп. Сол үшін көзі тірісінде жәннатқа кіресің деген сөзді естіген адам болатын. Ал енді сіздер егер сахабалардың өмір баяны туралы кітапты оқысаңыздар, Абу Бәкір туралы бір оқып көріңіздерші. Таңғаласыздар. Абу Бәкірге Омар разиаллаху анхудың өзі таңғалатын болған. Омар разиаллаху анху өзінің бір сөзін айтатын болған. Шіркін дейді, менің дейді, өмір бойы жасаған күндізгі құлшылықтарымның бәрі дейді, Абу Бәкірдің дейді, бір күндік құлшылығына татысайды дейді. Менің өмір бойы жасаған бүкіл түнгі құлшылықтарым бәрі Абу Бәкірдің бір түнгі құлшылығына татысайды деп сұрайтын. Жаңа біледі. Өйткені Абу Бәкір Сыддық ол өзінің басқалардан намазымен, оразасымен озған жоқ, негізінде ол жүрегінде фима уақарафи қалбихи деп келеді, хабары жеткендей жүрегіндегі иманына байланысты екен. Сол үшін біздің жасап жатқан құлшылығымыздың санының, сапасының артуы мына жүрегіміздегі ықыласқа, иманға байланысты болады. Біздің көп сөйлегеніміз, аз сөйлегеніміз, диплом болғаны, болмаған емес. Бізді жәннатқа кіргізетін ол шыныменде жүрегіміздегі ықылас, тазалық. Сол үшін илля-ман аталла биқалбин салим, кім Аллахтың алдына таза жүрекпен келген болса, сол құтылады деген аяттар бар. Сол Абу Бәкір Сыддық пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солысыныңға келді де айтты: "Я Расулалла, Аллахтың елшісі, маған бір дұға үйретші, мен оны намаздарымда дұға жасайын сол дұғаны." Намаздың соңдарында. Намаздың соңында сол дұғаны айтып, мен Құдайыма жалбарынайын деді. Пайғамбар Мұхаммед солсам сонда Абу Бәкірге не дұғаны үйретті? О дұғада айтты: Аллахума Rabbi inni заламту нафси зулман касира. Бұл мұсылман Құрғанда келеді. Абу Бәкір Сыддықтың көзі тірісінде жәннатқа кіресің деген сөзді естіген Абу Бәкір Сыддықтың айтқан, үйретілген дұға оған: "Ей Раббым, мен өз-өзіме көп зұлымдық жасап қойдым" деді. Бір риwayatта зулман кабира, үлкен зұлымдық жасап қойдым дейді. Қараңыздар Абу Бәкірдің сирасын. Бір қателігін таба аласыздар ма сіздер? Көрмейсіздер. Бірақ оның құлшылығын көріп, біз мұндай істей алмайтын болдық қой деп қатты өкінесіздер. Бірақ Абу Бәкірдің мына жерде қателік етіпті, мына жерде ешкім таба алмайды. Бірақ сөйткен Абу Бәкірге үйретілген дұға: "Ей Раббым, мен өз-өзіме сондай үлкен зұлымдық істеп қойдым" дейді. "Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa ant." Бұл дұғаның екінші бөлімін шынымен де ақидаларыңызға кіріңіздер. Және сол күнәларымның дейді, ешбірін сенен басқа ешкім кешіре алмайды дейді. Біз осыны нақты есімізде сақтауымыз керек. Ертең қияметтің күні орнаған кезде біздің шаңның тозағындай болсын, бір күнәміз болатын болса, оны біздің туған шешеміз де бізден көтеріп алып кетпейді. Оны біздің туған әкеміз де, баламыз да, әйеліміз де, жақын досымыз да ешкім алып кетпейді. Ешкім ол күнәдан сені құтқарайын деп айтпайды. Тіпті ол кезде күнәсіз болған періштелердің ішіндегі сондай үлкені басшысы болған Жәбірел періштенің өзінің ол кезде айтатын сөзінің бәрі қияметтің күні орнында нәпси, нәпси, нәпси болады. Мен өз басымды ғана аман алып қалсам болар еді, өзімді ғана ойлаймын дейді. Сол үшін Абу Бәкір Сыддық үйретілген дұғада: "Rabbi заламту нафси зулман касира", ей Раббым, мен өз-өзіме сонда үлкен зұлымдық қылдым, "Вала яғфиру зунуба илля ант", және менің ол күнәмді сенен басқа ешкім кешіре алмайды. "Фағфирли мағфиратан мин индик", менің сол күнәмді жасыршы, кешірші, өзіңнің тарапынан болған кешіруменен. "Вархамни иннека антал ғафур рахим", және мейіріміңе бөлеші, сен сондай кешірушісің, сен сондай мейіріміңе бөлеуші, мейірімің шексізсің деп Аллахқа сыйынған болатын. Бұл Абу Бәкір Сыддық. Ал енді Омарға көрейікші. Омар разиаллаху анхудың тұсында жаңбыр жаумай қалды. Қазір кезде біз енді онша мән бермей кеттік та, жаңбыр жауа ма, жаумай ма, бір анау неде көбінесе прогноз погода, ауа райын айтқан кезде ертең күн жауады екен, күн жаумайды, сонымен шектеліп қалдық. Бұрынғы кездегі мұсылмандардың және солай болуға тиісті де, әрбір аспаннан түскен бір тамшының өзі Аллахтың қалауымен ғана. Аллах Тағала аспаннан түскен әр тамшының қашан түсетінін, қашан жерге жететінін, және қай тастың үстіне, болмаса қай шөптің үстіне құлайтынын, оның бәрін Аллах Тағала тағдырда бекітіп қойған. Аллах үшін оның бір тамшысына жасырын емес. Аллах Тағала қаласа суды өте мол қылып және апат қылып қоюға да мүмкіндігі бар. Аллах Тағала мүлдем жаңбыр жауғызмай,
жаңағыдай қуаншылық жасап қоюға да Аллахтың құдіреті жетеді. Бірақ Құран айтқанда беқадари мәлум дейді да, белгілі мөлшермен жауғызып отырамын, бұл Аллахтың мейірімі да. Төбемізден гүрс дегізіп тастай салмай, оны тамшыға ыдыратып, жерге түсіріп, оны және жаңбырдың суымен қанша қаласаң да жердегі кранның суы болсын, арықтың суымен ол сәйкес келмейді да. Жаңбырдың суында өзінше берекет бар. Жаңбырдың суымен өскен егін ерекше болып отырады, қанша біз қаласақ қаламасақ та. Сол Омар разиаллаху анху халифалық тұсында жаңбыр жаумай қалады. Сонда олар әрбір жаңбыр жаумаған кезде, егер ұзақ бола бастаса, оларда мынандай ой пайда болатын да. Биыл жаңбыр жауды, жанбай қалды деген сөз емес. Құдай білет, осы бізден арамызда күнә көбейіп баратыр. Аллахтан алдынан жаңбыр сұрайық деп жаңбыр сұрау намазына шығатын болған. Шариғатта жаңбыр сұрау намазын истисқа дейді. Аллах Тағаладан жаңбыр өтіну деген сөз. Өзі ист деген сөз бір өтіну, талап ету мағынасын береді. Жаңағы истиғфар кешірім өтіну болса, истисқа Аллахтан жаңбыр өтіну деген мағына беретін. Содан Омар разиаллаху анху өзінің қасында кісілерін ертіп, мұсылмандар ертіп жаңбыр сұрауға барады. Сіздер білесіздер, бір жаңбыр сұрағанда пайғамбарымыздың ағасы Аббасты шығарып жаңағы жаңбыр сұраған кезі бар. Және бір жаңбыр сұраған кезде Омар разиаллаху барды, жаңбыр сұрады. Сонда жаңбыр сұрау барысында дұғада Омар разиаллаху анхудың ең көп айтқан сөзі астағфируллах, астағфируллах, Раббана ғфир лана, Алла бізді кешірші, кешірім өтінеміз деген сөздер болды. Ол сөзді сондай көп айтты, намаз біткеннен кейін бір кісі Омар разиаллаху анхуға жақындап сұрады: сіз истисқа жасадыңыз ба, жаңбыр сұрадыңыз ба, жоқ әлде истиғфар жасадыңыз ба, жоқ кешірім сұрадыңыз ба деді. Мұна жаңбыр сұрау намаз емес, Аллах жаңбыр берші деп атқанға ұқсамады. Аллах кешірші, Аллах бізді кешірші, күнәларымызды жасыршы деген сөзбен айналып кетті ғой. Бұл жаңбыр сұрау намазы болды ма, жоқ әлде кешірім сұрау намазы болды ма деп Омардан сұрады. Сонда Омар разиаллаху анху оған жауап берді: әл-истиғфар жауамиұд дуа деді. Аллахтан кешірім сұрау деді, бүкіл дұғаларды ішіне қамтып кетеді деді. Бүкіл дұғаларды, сенің сұрайын деп тұрған дұғаларыңды қамтып кетеді. Егер біздің бір кезде дұғамыз қабылмай жатқан болатын себептер болып қалатын болса, ол да біздің күнәмізға байланысты болып қалуы әбден ықтимал. Сөйтіп айтты да Омар разиаллаху анху Құраннан аят келтірді. Өзінің істеп жатқан тіршілігіне, жаңағы Нұх сүресіне келеді. Нұх алейхиссаламның өзінің қауымына айтқан уағызында айтқан сөздің бірінде фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара. Мен айттым қауыма, Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. Иннаху кана ғаффара. Аллах Тағала кешіруші. Юрсилис самаа алейкум мидрара. Сендерге аспаннан жаңбыр жібереді нөсерлетіп. Ваюмдидукум би амуал. Сендерге мал дүниелеріңнің берекетін береді. Уалбанин. Бала шағаларыңды көбейтеді. Ваяджаллакум жаннат. Сендерге бау-бақша береді. Уанхара. Өзендер ағызып қояды деген аятты оқиды. Не үшін? Аллахтан кешірім сұраған үшін. Бізге бұл нәрселер не үшін келмей қалады? Бұның қызықшылығын неге көрмей қаламыз? Күнәміз себепті болып қалады екен. Күнә бізге келетін ізгілікті, жаңбырды, дүниені, бала шағаны, соны бізге тосып қояды жолдарын. Бізге жолдарын тосып қояды екен. Сол үшін шынымен күнәдан арылуға барынша талпынуға тырысу керек болып қалады екен. Сол сияқты бұл сахабалар еді. Жоғарыдағы пайғамбарымыз бір отырыстың өзінде 100-ден артық кешірім сұраған болса, егер сон Абу Бакр Сыддық болатын болса, намазының соңында жаңағыдай мен өзіме көп зұлымдық істеп қойдым, кешірші деп жалынған болатын болса, Омар разиаллаху анхудың жаңағы жаңбыр сұраған кезде Аллахқа сондай кешірім сөз көп айтқаны болатын болса, шынымен де жаңбыр сұрау, егер сенің Аллахқа деген иманың қандай болса, Аллахтан саған келетін жақсылық сондай болады. Осыны естен шығармаңыздар. Аллахқа деген иманың сенің қаншалық дәрежеде шынайы, Аллахтан көретін жақсылығың соншалықты дәрежеде болады. Аллахпен қарым-қатынасты дұрыстамай жатып, адамдармен қарым-қатынастарыңыз дұрысталмайды. Аллахпен болған қарым-қатынас дұрысталмай жатып, сіздің отбасыңызға, малыңызға, жаныңызға ештеңеге берекет кірмейді. Өйткені иннаху ва адхака ва абка, бізді күлдірететін де, жылататын да Аллах Тағала. Оның қолында бүкіл нәрсе болып табылады екен. Сол үшін бұрынғылардың, мысалы жаңбыр сұрап айтып жатырмыз ғой, олардың имандары сондай, Аллахқа да имандары күшті болған. Егер сіздер бұрынғы өтіп кеткен сахабалардың, болмаса табиғиндардың өміріне қарасаңыздар, бізде кездеспейтін бір сезімдерді, бізде кездеспейтін бір ғажайып имандарды көресіз. Тіпті осы жаңбыр сұрау намазына олар шақырғанда бәрі қалмай баратын.
Жаңбыр сұрау алдында алдын ала садақа беретін. Бізде қазақтар жаңбыр сұраған атын не деп атайды? Тасаттық дейді да. Бұл арабтың сөзінен шыққан. Тасаддуқын сөзінен шыққан. Садақа беру деген сөз. Бір оны тасаттық деп жүрді. Суға барып тас лақтырған. Ондай емес. Бұл суға тас лақтырған не пайда ол? Өзің жаңбыр сұрасың, суды таспен ұрып атсың. Тасаддуқын сөзінен шыққан, кейін бізге тасаттық аталып кеткен. Садақа беру. Жаңбыр сұрау намазына барардан бұрынғылар кедей кепшіктерге садақа беретін болған екен. Солардың қамын ойлайтын болған екен. Сонда бұл өйткені жаңбырдың жаумай қалу себептерінің біреусі садақа мен зекеттің кеми бастаған кезінде адамдарға келетін қиыншылық содан да болып қалады екен. Бұрынғылардың имандар сондай болған, егер ол кездегі имам айтса жаңбыр жаумай жатыр, егінге су керек, малға су керек, адамдарға су керек болып жатыр, бізге жаңбыр керек болып жатыр, ертең таң намазынан кейін осы бір жерде, осы уақытта біз истисқа намазын оқимыз деп елдерге хабарлайтын болған намазда. Намазда хабарлағаннан кейін мұсылмандар үйіне қайтқан кезде түнде істейтін тірліктер не болатын білесіздер ме? Түнде олар шатырларын жамаумен айналысады екен да, субханалла. Сенімді ертең Құдай жаңбыр беретіндігіне. Аллах туралы жаман ой жоқ оларда. Аллах береді дейді. Аллахқа ешқандай кінә артпайды олар. Жаңбыр жауып атқан. Тіпті сондай бір қисса оқып мен қайран қалғам. Ол жаңағы жаңбыр сұраймыз деп бір кісілер ертең мұсылмандарға хабарлайды. Ал бір мұсылман жолдан келіп қапты да. Үйіне келіп әйеліменен жаңағы су шайын ішіп отқан болатын болса, әйел айтты: "Сіз білесіз ба? Ертең мұсылмандар жаңбыр сұрау намазына барайын деп жатыр. Сіз демалып алыңыз, ертең намазға барып Аллахтан жаңағы жаңбыр сұрау керек." "Солай ма?" "Иә" дейді. Сонда ана кісі не істемек, имамның үйіне жүгіріп барып айтады дейді ғой: "Bir күн кешіктіре тұрыңызшы жаңбыр намазын. Мен жолдан келіп едім, шатырымды бекітіп үлгермей қалдым" деп айтады дейді. Жаңбыр жаумай қалады емес, шатырымды бекітіп үлгермей қалатын болдым дейді. Сенің иманың қалай? Сондай Аллахпен сенің байланысың. Сол күйде болады. Қазір біз Құдайдан сұрайын, бермей жатыр дейміз. Бұрынғылар Құдайдан сұрауға ұялып жүрмін, сұрай берсем бере береді деп айтатын болған да. Адам баласы иманы көтерілген кезде Аллахтың қандай бір нығметінде жүрген сезінесің да. Бақытты болғыларымыз келетін болса, дінде жоғарға қарайық, дүниеде төменге қарайық. Кім олай істемеді, бақытты бола алмайды. Кім олай істемеді, бақытты бола алмайды екен. Бұл енді жаңағы жоғарыда өткен біздің пайғамбарымыз, сахабалардың тірлігі болмаса, кейінгі табиғиндардан көрейікші. Табиғиндардан Хасан Басри деген үлкен бір табиғин ғалым болған. Енді өте ғалым кісі болды. Жаңа ол кісіден көптеген хадистер жеткізіліп отырды. Ол кісі және сонымен қатар бұл кісінің және бір ерекше көзге түсетін жерлері, ол кісінің өмірін оқыған адамға, ол кісінің тақуалығы менен зухудтығы. Зухудтық деген дүниеге деген қызығушылықтың төмендігі. Бұрынғы егер сіздер кітаптар көрсеңіздер, ғалымдарды былай сипаттайтын болған: мухаддис, муфассир, фақих, хадис ілімінің ғалымы еді, тәпсір ілімінің ғалымы еді, фиқтан өте жетік еді деп келеді. Және бір қызық сөздер қосылады. Кана захидан деп келеді. Захид, зухуд адам еді деп келетін жері бар. Хасан Басри зухуд болған. Зухуд дегеніміз, оның бірнеше түсіндірмесі бар. Дүниеге қатты мән бермейтін адам. Ақыреттің тіршілігіне көп мән беретін адам. Өзіндегі нәрседен гөрі Құдайдың қасындағы нәрсеге көп сүйенетін адам. Егер оған бір проблема келетін болса, ештеңе жоқ, шешеміз, ақшам бар ғой деп айтпайды бірінші. Аллахтан сұрап алайын дейді. Олар сондай болған. Ал қазір кезде Аллах біздерді кешірсін, егер біз кетіп баратын машинамыз соғысып қалатын болса, болмаса бір кездейсоқ бір қиын жағдайға түсінетін болсақ, бірінші біздің істейтін нәрсеміз Аллахқа алақан жаю емес, бірінші істейтін нәрсеміз қалтамыздан телефон шығарып: "Братан, осындай не болып жатыр." Оны құр сонымен қалмайды. Тағы да Құдайға ар жағынан жала жапқымыз келеді да. Құдай шырайын алдырса, бір айын алдырса шырайын алдырады екен. Осындай проблема қалды енді. Алла жазды ғой, не істеймін деп. Аллахты кінәлап тұрамыз да. Ей, субханалла, Аллах туралы жаман ойлағаннан кейін, Аллахты жамандағаннан кейін нең қалды сенің енді? Кім көмектеседі саған енді? Аллахтан басқа. Ешбір адам Аллах қаламаса саған көмегін, жәрдемін жасай алмайды. Сол үшін Аллахтың атына келгенде өте құрметпен қарау керек. Бұрынғылар Аллахтың аты аталған жерде қатты қорқатын болған. Сахих Бухариде келетін хадистің біреуінде Иса алейхиссалам қиссасын келтіреді. Иса пайғамбар бір адамның ұрлық жасағанын көріп қояды. Ұрлық жасағанын көреді де айтады: "Лақат сарақта" дейді. Тоқтатады да: "Ей, сен ұрлық істедің ғой" дейді. Ана адам сасып қалады, не істерін білмейді, ашылып қалды ұрлығы. Қатты қорққаннан, сасқаннан өтірік айтып жібереді. Бірінші сөзін айтады: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах масаррaq" дейді. Куәлік беремін, Аллахтан басқа өзге сен лайықты тәңір жоқ, ұрлық жасаған жоқпын дейді.
Сонда Иса пайғамбар Аллахтың атын естіген кезде, жаңағы ашхаду алла илаха иллаллах, Аллах деген сөзді естіген кезде, сен лайықты өзге тәңір жоқ деген сөзді естіген кезде, Иса алейхиссалам айтқан екен дейді. Сен шындық айтып жатсың, менің көзім өтірікші деген екен да. Аллахқа деген құрметінен. Сол үшін Аллахтың аты, оған деген пайғамбардың сүннетіне деген үлкен құрметтер болу керек. Сол Хасан Басри айтады, сол бір күні жолға шықтым, қасымда бір серігім болды дейді. Естеріңізде болсын, егер біздің алған ілімімізде тақуалық болмаса, ол бізге пайда бермейді. Мен тегі бір 10 шейхті оқып келейін, менде бір чемодан ижазам болсын. Егер оның бәрі мен тақуалық қылмаса, дінге адамдар шақырмасам, мұсылман бауырлардың арасында ынтымаққа шақырмасам, оларды сүйіспеншілікке шақырмасам, оның бәрі маған ешқандай пайда бермейді. Өйткені Аллах Құранда айтқан, ілімнің бірінші ижазасы не, бірінші сыйлығы не, ілімнің бірінші беретін жемісі не, иннама яхшаллахи мин ибадихил улама дейді. Құдайдың құлдары ішінде Құдайдан қорқатындары ғалымдар дейді. Яғни ілімнің жемісі Құдайдан қорқуды алып келеді екен. Сол үшін көп жағдайда кей кезде сіздермен отырған кезде мен сіздерге берген ілімнен көрі сіздерден алатын білімім көп болып қалады. Мен кей кезде өз басында көрем, менен де бір қатты қорқатын бауырды көрген кезде, менен де бір қатты Құдайға құлшылық жасайтын бауырды көрген кезде, мен содан үлкен сабақ алам. Одан үлкен өзіме сабақ алам. Яғни сол дәрежеде жүріп Құдайдан қорыққан үшін, яғни оған ілімі пайда беріп жатыр екен ғой. Аллахтан ілімі пайда бермеген адамдардан болып қалудан мені сақтасын деп, кәдімгі бір жағынан зәреңде ұшады. Сол үшін Хасан Басри үлкен ғалым кісі еді. Онымен бірге жолға шыққан адам, оның аты да беймәлім, заты да беймәлім, бірақ мұсылман кісі болатын. Құдайдан қорыққан. Екеу жолға бірге шығады. Сонда жолда жүріс барысында Хасан Басриді келтіреді өзі осы риwayatта. Мен ол кісіден екі сөзді жиі байқадым дейді. Отырғанда, жатқанда, жүргенде, тұрғанда, көлікке мінгенде, түскенде дейді. Оның жиі айтатын екі сөз бар екен дейді. Альхамдулилlah. Бір сөзі Аллахқа мақтаулар болсын. Екінші сөзі астағфируллах. Аллах кешірші деген сөздер болады екен дейді. Мен бұл сөздерді және байқайым. Бір уақытта ол кісіден сұрадым дейді. Мұсылман бауырым, сенің бұдан басқа білетін дұғаң бар ма деп сұрақ қойдым дейді. Бұдан басқа бар ма дұғаң? Енді Құранда келеді ғой, «Ва амма бини'мати роббика фахаддис». Құдайдың саған берген нығметін айт дейді ғой. Айтады, «Я бар» дейді. Басқа дұғаларды білем дейді. Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Құранның жартысын жатқа алдым жүрегімде дейді. Аллах маған соны пайдалы етсін дейді. Егер сен Құранның жартысын жатқа білетін болсаң, басқа дұғаларды білетін болсаң, сен неге жиі осы екі дұғаны айтасың дейді. Альхамдулилlah, астағфируллах дейді. Сонда айтады, мен бұл дұғаны тек айтайын деп айтпаймын дейді. Мен ойланам өзімнің деген нәрселерге дейді. Өзімнің бойымдағы маңыз нәрсе. Сол кезде бұл сөздер еріксіз аузымнан шығып кетеді дейді. Не нәрсені ойланасың дейді. Бірінші Аллах Тағаланың маған берген нығметтерін ойланам дейді. Көзі, сөзі, бала шағасы, ішіп атқаным, жеп атқаным, әрбір демнің өзі неге тұрады? Мына жер бетінде өмір сүріп, пенсияға жеткен кезде намаз оқимын дейтін адамдар көрген кезде сондай дәрежеде ақылы төмен бет деп ойланып қаласың. Сондай дәрежеде Аллахты кейінге қоятындай Аллах құрметсіз бет деп ойлайсың да. Сонда оның қасындағы бүкіл Аллах Тағаланың құрметі оның жұмысынан, пенсиясынан, айлығынан, бастығынан артық болмай тұр ма? Өліп кетсе не деп барады Құдайдың алдына? Кімді сылдау етеді? Біз әрбір бастығы мейлі оның жұмысында ай сайын бір айлық берген үшін мен намаз оқысам жұмыстан шығып кетемін деп қорқып жүретіндер болады. Ай сайын айлық алған үшін. Ал Аллахтан үздіксіз нығметті алып жүрген адамдар қандай сонда қорықпайды Құдайдан? Құдайдың назарынан қалып кетемін деп, бастық назарынан қалып кетемін деп қорыққан. Ал біз білеміз, әрбір деміміздің офи анфусикум афала тубсирун, сендердің демдеріңнің өзінде Құдайды танитын белгі бар, көрмейсіңдер ма деп келеді. Сол шадада кеудеңмен жұтып ауаны, жасайсың күнде мың тыныс, сөйте тұрып Алланы танымауың өкініш дейді. Өкініш олардың халдер. Өте өкінішті халдер. Өте аянышты. Өздеріне өздер жаны ашымайтын адамдар. Дін дегенде, Құран дегенде, намаз дегенде, сылтау іздеген адам, сол өзіндегі нәрсе жақсылықты кімнен екенін білмеген адамда. Сол дейді, мен өзімдегі нығметтерді көрген кезде дейді, жаңағы Хасан Басридің қасындағы адам айтады екен. Көрген кезде дейді, Аллахтың алдында ұялып, соған шүкірлік айтым келді. Альхамдулилlah, альхамдулилlah деген сөздер еріксіз аузымнан шығып кете береді дейді. Шығып кете береді дейді. Аллахтың нығметі өте көп.
Ал екінші дейді, сол нығметтің қарсысында Аллах бәрін көріп тұр, бәрін біліп тұр дейді да, сол кезде көзіммен жасайтын күнәларым есіме түскен кезде, сөзіммен жасайтын күнәларым есіме түскен кезде, жүрегіме Аллах Тағаланың алдында жүрегімнің Аллах бәрін көріп тұрған білген кезде, ал жүректің ішінде жиналмай жатқанын, қоқыста жүргенін көрген кезде, мен еріксіз аузымнан қорыққаннан астағфирулла жасыр мына күнәларымды кешір Алла, мына күнәларым үшін қияметте қолға ала көрме деп еріксіз осы сөздер шығып кете береді деген екен дейді. Сонда Хасан Басри айтқан екен, сен менен гөрі білімді екенсің деген екен да. Сен менен гөрі көреген екенсің деген екен дейді. Сол үшін Құдайдан кешірім сұрайтын адам, ол Аллахты танаған адам. Құдайдан кешірім сұрайтын адам, күнәнің зиянын білген адам. Құдайдан кешірім сұрайтын адам, дозақтың не екенін білетін адам. Құдайдан кешірім сұрайтын адам, жәннатты шын сұраған адам. Өйткені есіңде болсын, сенің үстіңде, сенің қоржыңда шанның тозағындай бір күнә тұрма, жәннатқа кіру жоқ. Біз жәннаттан адам баласы шығарылған күнә үшін шығып кеткен. Сол күнәмен кіре алмайды. Сен жәннатқа кіресің, не күнәң тазаланып, сен жәннатқа кіресің, Аллах не күнәңді осы дүниеде тазалап жібереді. Кешірім бар шығар, болмаса бір сынақ беретін шығар, қиындық беретін шығар. Болмаса сенің күнәңді қабірде тазалайды, азаптап, Алла сақтасын қабір азабынан. Болмаса есеп күн тазалайды, қинап. 50 мың жыл тұрғыз қойып, Алла одан 50 мың жыл тұрғызбай ақ қойсын. Алла өте қиын, 2 сағат тұруға шамамыз жоқ. Болмаса Аллах Тағала сенің күнәңді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи шапағатымен тазалап жіберуі мүмкін. Аллах оған жеткізсін. Бәріміз оған мұқтажбыз. Сол үшін Айша анамыз бұны Шейх Албани сахих хадистердің қатарына кіргізген. Айша анамыз жаңа айтқан екен өз сөзінде, туба лиман ваджада фи сахифатихи истигфаран катиран. Сол адам бақытты дейді, ертең қияметтің күнінде амал дөптерін ашқан кезде ішінде көп деген истигфар, астағфирлах деген Құдайдан кешірім сұраған болса, сол адам бақытты дейді. Өйткені қалғанын өшіріп кетіп отырады. Сол үшін не деп келеді? Ат-таибу минадзам каман ла замбаху дейді. Кім күнәдан тәубе қылып жүрген болатын болса, ол күнәсі жоқ адам сияқты дейді. Аллах бізге көптеген мүмкіндіктер берген, Аллахтан кешірім сұрауымыз керек, бірақтан сол кешірім сұрауымызды сезінуіміз керек. Не үшін кешірім сұрап жатқанымыз? Аллахтан сұрап жатқанымыз. Аллахтан басқа ешкім ол күнәмізді кешіре алмайтынын білуіміз керек. Ар-Рабиатул Адавия деген кісі айтады, истигфаруна дейді, яхтажу иля истигфарин касирин дейді. Қазіргі замандағы біздің дейді, кейбір бауырларымыздың кешірім сұрап жүрген үшін Құдайдан кешірім сұрау керек дейді. Астағфирулла деп қоя салады. Сөйтіп нем құрайды кешірім сұрағанымыз үшін Құдайдан көп кешірім сұрауымыз керек дейді. Бұл кешірім сұрау, бұл ғибадат, Аллахтың Құранында бұйырған ғибадаты. Бұл пайғамбарымыз істеген ғибадатта болып келеді екен. Және де осы кездегі өмірдегі кейбір тілектеріміздің орындалмауына біздегі кейбір күнәлар себепкер болады. Сол күнәларымыз кетіп қалса, ол бізге келетін ізгіліктің есіктері ашылып отырады екен. Сондай бұл жаңағы жоғарда сахабалардан, пайғамбарымыздан, сахабалардан, табиғиндерін келтірік, және өз заманымыздағы келтіретін қиссалар келтіріп қойық. Бұлар да заманымызда болған. Және біліңіздер, әрбір өмір өзі екі нәрседен тұрады. Ма асаба мин мусибатин фил арди вала фи анфусикум илля фи китабин мин қабли ан набрааха. Сендерге жер бетінде қандай да бір қиыншылық жетпесін. Болмаса өздеріңде бір қандай сынақ болмасын, илля фи китабин мин қабли ан набрааха. Аллах Тағала аспан жерді жазбастан бұрын тағдырға жазып қойған оны дейді. Сол үшін мұсылманның басында өтетін оқиға, кафірдің басында өтетін оқиға, бұл яғни мұсылманшылықты ұстаған үшін жететін жетістіктері, мұсылманшылықты ұстамаған үшін ұшырған қасіреттерін елге баян ету, бұл да шариғаттың бір талаптарынан адамдардың күфірліктің қандай бақытсыз қылатын білу үшін, мұсылманшылықтың қандай бақытты қылатын білу үшін. Сондай бір мұсылмандардан біздің заманымызда өмір сүрген, ол кісі өздері дәрігер болған. Өздері мұсылман араб елінде тұратын кісілер болған. Бірақ Аллахтың қалауы бала болмайды бұларда. Некеленгендеріне ұзақ уақыт өтеді, дәрігерге барады, күйеуі қаралады, әйелі қаралады, бүкіл себептерін жасайды, дәрілерін пайдаланады, шетелдің дәрігерлеріне барады. Сонымен көп уақыт өтеді, көп ақша шығын жасайды, бірақтан нәтиже болмайды. Ең соңында бұлар үміттерін үзе бастайды. Сонымен күйеуі жұмыс істейді, бала болмады. Қайтеміз деп қалады. Өздері мұсылман кісілер. Әйелі үйінде қалады, үйдегі кісі еді. Арабтарда
бір радио бар, 24 сағат дінді уағыздайтын, Құран оқылады, хадис айтылады, уағыз айтылатын, Нурун аля дарб деп келеді, үлкен жолдың бойындағы нұр деген. Соны тыңдап отырса, бір шейх Құран оқып жатыр екен да. Кей кезде біз Құранға мұқият құлақ салмай қаламыз. Бұл біздің кемшілігіміз. Құран аяттан ойлану әр мұсылманға керекті нәрсе. Өйткені Алла Құран айтқан: "Афала ятадаббарунал Qur'ан ам ала қулубин ақфалуха". Олар Құран аяттары туралы ойланбай ма, жоқ әлде жүректер құлыптанған ба дейді. Құран туралы ойланбауды Аллах айып есептеген. Және бұл аят кафірлерге қаратылып түскен. Егер кафірлерді Құран туралы ойланбаған үшін айыптаған болатын болса, Құран аят туралы ойланбаған мұсылман туралы не айтуға болады? Не айтуға болады? Сонда бұл кісі Құран аятын оқыңызда бір аятқа мұқият тыңдайды. Қанша жыл өмір өтті? Бірақта бір ықыласпен Құран тыңдаудың қараң қандай берекет берді. Құран аятын ойланудың. Тыңдаса, жоғарыда айтылған аят оқылып жатыр екен да. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Мен оларға айттым, Раббыларыңнан кешірім өтініңдер, жасап қойған күнәларың үшін Аллахтың одан пана сұраңдар оның зиянынан. Юрсилис сама алейкум мидрара. Сонда Аллах тағала сендердің күнәларыңды кешіріп, төбелеріңнен жаңағы бұлт жіберіп, одан жаңбыр жауғызады. Ваюмдидукум би амвали ва банин. Сендерге мал дүниелермен жаңағы сендерді қуаттандырып, бала шаға береді. Ваяджаллакум жаннати ваяджаллакум анхара. Және Аллах тағала сендерге бау бақша мен өзендер нәсіп етеді деген аятты оқылған екен. Не үшін? Не үшін бұның бәрі, осынша сыйлықтың бәрі? Кешірім сұрағандар үшін. Раббыларын таныған үшін. Фақультустағфиру Раббыларына кешірім сұраңдар деген үшін. Сонда әйел кісі қарап отырып, осы ғана ма деген екен да? Осы мет деген біздің шешіміміз. Жүрегіне бұл аяттың сіңген соншалықты, күйеуін сондай дегбірсізденіп асыға күтеді, жұмыстан кеткен кезде айтады: "Мен бір жол таптым" дейді, Аллах тағала бізге бала беретін. Қандай жол дейді? Дәрігер ма? Жоқ дейді. Дәрі ма? Жоқ дейді. Не дейді? Раббымыз Аллахтың қолында бәрін нәрсе дейді. Біз кешірім сұрауымыз керек Аллахтан деп. Жаңағы аятты күйеуінің есіне салады, күйеуі ойланып, шынымен неге ойланбағанбыз бұл аятқа дейді. Содан екеуі содан бастап Аллах тағаланың сондай дұғаларды қабыл ететін уақыттарды, әсіресе кешірімді ең көп қабылдайтын уақытысы қай уақыт? Түннің соңғы 3-ші бөлігінде дұға жасауға кіріседі тахаджуд намаздарынан кейін. Бұл хадиске өте көңіл бұрыңыздар, ол хадисте келеді: "Янзилу Раббуна табарака ва таала". Раббымыз Аллах тағала, екі сипатпен келеді. Біреусі таала, ұлы Раббымыз Аллах тағала, биікте болған Аллах тағала, табарака, жақсылығы көп болған Аллах тағала түннің соңғы бөлігінде аспан әлеміне түседі де не деп айтады? Айтады, Аллах тағала: "Мән ядуни фа астаджибу лах". Кім маған дұға, ғибадат жасаса, қабыл етем дұғасын да ғибадатын. Мән есәлуни, кім менен сұраса, сол сәтте фа уътихи, беремін дейді. Және Аллах тағала не деп айтады? Бір сөз қосады. Мән естағфируни, кім менен кешірім сұраса, фа ағфиру лах, кешірем дейді. Субханалла. Кешірем дейді. Бұлар Құрандағы осы аятпенен, пайғамбарымыз хадисінде осы уақытты байқап, Аллахтан кешірім сұрайды. Көп ұзамай Аллах тағала оларға перзент нәсіп етеді. Перзент нәсіп етеді. Шымен өмірде де осы нәрсені біз ескеруге тиістіміз. Сол үшін бұл Аллах тағаладан кешірім сұрау өте қажет. Енді біз жоғарыдағы бұл оқиғаларға, аяттарға тоқталып өттік. Енді жәннатқа кіретін адамдардың сипаттарының бойында да кешірім сұрау деген қасиет болатын аяттарға бір қарап көрейікші. Аллах тағала Құранда айтады. Зарият сүресінде келеді: "Иннал муттақина фи джаннати ва уюн". Расында Құдайдан қорыққан пенделер Аллах тағаланың жәннаттарында, астарында өзендер аққан үлкен сарайларда болады дейді. Кейін ол пенделер сипаттайды. Не үшін олар жәннатта? Өмірдің нәтижесі осы, естеріңізде біліңіздер. Егер сіз өмір сүріп, мына өмірде бүкіл жақсылық атаулыға жетсеңіз, бірақ ертең жәннатқа кіре алмай қалсаңыз, сіз ешқандай жақсылық көрген адам емессіз. Егер сіз бұл өмірде бүкіл проблемадан қашып кетсеңіз де, бірақ дозақтан құтылмасаң, сіз проблемадан құтылған адам емессіз.
Өйткені Аллах Құранда айтты: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната фақад фаз." Кімде-кім дозақтан алыстатылып жәннатқа кірсе, фақад фаз, міне расында осы жетістік, осы бақыт, осы табыс деді. Уамал хаяту дуния илля матаул ғурур. Мына өмір уақытша, алдамшы пайдалану. Уақытша алдамшы пайдалану. Сол сипатты айтады, жәннатты сипаттап келіп, жәннатқа Құдайдан қорыққан тақуа пенделерін кіретін айтады да, сол тақуа пенделердің бойында қасиет айтады да: "Ахидина ма атахум раббухум." Олар жәннат деген жайда Раббыларынан сыйлықты алу үстінде болады дейді. Субханалла, Аллахтан сыйлық алу не екен білесіздер ме? Біреуге қазір үлкен ағасы, болмаса үлкен бір облыс әкімі, болмаса патшамыз бір сыйлық берсе қандай мәз болып қалатын еді. Ал Аллах бүкіл әлемдердің егесі, дозақ пен жәннаттың да иесі болған Аллахтан сыйлық алып тұру деген жәннатта, бұны сыйлықтың ар жағында Аллах сенен риза деген жатыр. Сен соған лайықты болғаның жатыр. Үлкен нәрсе жатыр. Ахидина ма атахум раббухум. Раббыларын берген сыйлығын алып отырады дейді. Және не деп айтады? Иннахум кану қабла залика мухсинин. Олар жәннатқа кірместен бұрын Аллах жолында көп деген жақсылық жасаушы еді. Адамдарға да өз үшін де көп жақсылық істеуші еді дейді. Кейін бір сипат айтады: "Ва кану қалилан минал лейли ма яхжаун." Түн ортасында, түнде олар аз ұйықтаушы еді дейді. Неге? Өйткені тахаджуд уақытысы бар, соны аңсайды, соны ойлаған кезде ұйқылар қашады. Түнде олар аз ұйықтаушы еді дейді. Және де не "Ва бил асхарихум ястағфирун." Және олар сәресі уақытысында Аллахтан көп кешірім сұрайтын деп сипаттайды жәннатқа кіретіндер. Олардың бір сипаты, ал сәресі уақыты қай уақыт ол? Таң намазының алды. Таң намазының алдында олар кешірім сұрайды. Көз ашылып, таң намазының уақыты жақындап қалатын болса, тұралып шаршап жатса да астағфируллах деп кешірім сұрап қояды. Тұрса тынымсыз кешірім сұрайды. Осы уақыттары дұғаның қабыл болатын уақытысында. Олардың Аллах сол дұғаның, кешірімнің "Мән ястағфируни фағфируллах", кім сол уақытта менен кешірім сұраса кешірім деген Аллах уәдесінде тұрады. Кім таң уақытта кешірім сұраған болса Аллах кешіріп жібереді, және олар жәннатта болады. Олардың бір сипаты, және бір аятта келеді, Аллах Тағала айтады. Әл-Аймран сүресінде Аллах ол аяттарға бізді лайықты амал істегендердің қатарынан етсін, күнә кемшілік болса кешірім етсін. Ол Аллах Тағала ол аятта айтады: "Васари'у иля магфиратин мир раббикум ва джаннатин ардуха самауату вал ард." Асығыңдар дейді. Не нәрсеге? Иля магфиратин мир раббикум, Раббыларының кеңшілігіне, мағфират, түбірі кешірім. Аллах Тағаладан кешірім сұрауға асығыңдар дейді. Кешірім сұрау бұлай тұрсын, өте асығыңдар дейді кешірім сұрауға. Иля мағфиратин мир раббикум, және неге асығыңдар дейді? Джаннат ва джаннатин, джаннат асығыңдар дейді. Тәжри мин тахтиал анхар, астарын өзіне ағатын джаннат асығыңдар дейді. Ва сариу иля мағфиратин мир джаннатин ардухас самауату вал ард. Ол сондай жәннат, оның кеңдігі аспандар мен жерден де кең дейді. Уиддат лил муттақин, ол жәннат әзірленген Құдайдан қорыққан құлдарға дейді. Құдайдан қорыққан құлдар үшін әзірленген дейді. Кейін сол Құдайдан қорыққан құлдарын Аллах Құран аятында сипаттай бастайды. Алладина дейді. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Осы аятта айтылған сипаттарды өз бойымыздан іздейік. Бар болса альхамдулилlah, жоқ болса ұмтылайық. Өйткені жәннат қалып баратын сипаттардан. Олардың сипаттары юнфиқуна фиссарра вад-дарра. Жағдайы қиын болса да, жақсы болса да, дүниесі аз болса да, мол болса да, садақа беруге қызығатын адамдар дейді. Садақа беруге қызығатын адамдарды бір сипаттап келеді. Яғни бай адам болса зекетін қосып берер. Бай болмасаң, сен қолынан келгенше садақаға деген қызығушылық сенде болу керек. Адамда болу керек. Сенің бір 100 теңгең болатын болса, 1 теңгесін жинап қоя бер. Айдың аяғында садақа берейінші. 30 теңге болады ғой деп. Тіпті сен оған садақа болса, бір
бауырыңа телефон соғып, единсен кетеді ғой, садақа ғой. Қалайсың деп бір көңілін қуандық қойшы, сәлем беріп. Бір есіме түсіп еді, Аллахтың бір жағдай сұрағым. Садақа болады. Өйткені хадисте келген, сен егер ақшалай садақа бермесең, табассумука фи вajhi ахика садақа дейді. Бауырыңның жүзіне жылы шыраймен қарағаның дейді. Садақа дейді. Субханалла, садақаны біз қалай ұмытып кеттік. Мен кей кезде бауырларды түсінбеймін. Бір бауыр біреуге сәлем бермей жүр екен, не үшін деп сұрасам, оның ижазасы жоқ дейді. Астағфиралла, бұл қаяқтан шыққан қағида? Басымыз айналып қалған ба, өзі тентекпіз ба? Неге десем, иснады жоқ дейді. Денің дұрыс па деймін да? Ол бауырым, мен атын атамай-ақ қойыншы, енді өен жақсы көретін бауырымыз өзі. Ол Құран жаттаған, дінге қызмет жасап жүрген бауырымыз да. Оның иснады жоқ, оны тыңдауға болмайды дейді. Мен айттым, субханаллах дедім. Мен оққан Құрамда, мен оққан хадисте бұндай нәрсені көрген жоқ, иснады жоқ адамды. Ижазасы жоқ адамға сәлем берме, тыңдама, жеп көр деген нәрсені әлі кездестірген жоқпын деймін. Бірақ мен үйренген Құран бойынша, мен хадис үйренген хадис бойынша, егер қаланың шетінде бір мұсылман бауырым бар болса, ол қойшы болса, оның жаттағаны тек қана 10-ақ сүре болатын болса, және ол 10 сүрені тек қана кириллицамен жаттаған болса, бар жеткен сол болса, ол таухидты ұстанған болатын болса, мен соны көрген кезде қуанып жүзіне күлімсіреп құшақтар едім деймін да. Аллах маған соны бұйырады. Соны береді деймін да. Ал мына жақта жүрегінде Құран жатталған, аузынан уағыз айтылып атқан, дінді қалай жеткізсем деп жүрген адамға иснады жоқ деп теріс айналғанын мен білмеймін, оны өзің білесің, қалай қалсаң, оны сен өзің жауап бересің. Ол үшін, ондай ақидаң үшін. Сол үшін шынымен де бұл жерде садақа береді олар, жағдай жақсы болса да, нашар болса да. Бар ма, малмен садақа бер, кедей, кепшік, жетім, жесір. Аллахтан соған берді. Бұрынғы пайғамбарлар дұғасын айтады екен, Аллах Тағала мен садақа бердім деп айтуға ұяламын, егер сен маған дүние бермесе, мен қайдан садақа берем? Аллах, мен намаз оқым деп айтуға ұяламын, егер денсаулық бермесең, мен қайдан намаз оқимын? Біз ештеңені міндетсіне алмаймыз. Уәлә тамунну алейя исламакум. Маған мұсылмандықтарны міндетсінбеңдер дейді. Бірақ Аллах міндетсінеді бізге иман берген үшін. Уәлә тамнун тастаксир. Істеген жақсылығыңды көпсінбе дейді. Ол аз. Егер Аллахқа, жәннатқа біз амалымызбен кіре алмаймыз, Аллахтың мейірімен кіре аламыз. Аллахқа шүкірлік етеміз, бізге садақа беруге мүмкіндік берген. Аллахқа шүкірлік етеміз, кеудемізге аят салып, сол аятты біреуге жеткізуге мүмкіндік берген үшін. Аллахқа шүкірлік етеміз, маңдайымыз сәжде еткен үшін. Олардың жәннатқа кіретін бір қасиеті, олар жағдайы жақсы болса да, жаман болса да садақа береді дейді, құмартады дейді. Және айтады, юнфисарударра вал казиминал гайз, және бір қасиеті, ашуларын қайтара біледі дейді. Ашу жұта алатын адамдар дейді. Біліңіздер, сен көшедегі дінді білмейтін жахилдеп кетіпсіздер ғой, олар үшін оларға айтпаңдар, жүрегіне қатты тиіп, жүректер құлыптанып қалуы мүмкін. Білімсіз исламды білмейтін адаммен сенің ашуың бірдей болып тұрса, онда сенің исламның саған келтіріп жатқан пайдасы қайда? Сен мұсылман болған кезде мінез құлқыңда сабырлық пайда болу керек. Ол бір сөзден ашуланса, сен 10 сөзден ашуланбайтын адам болуың керексің. Сен исламға дейін жүрген кезде әйеліңнің бір мінезін көрген болса, ашуланып кететін болатын болсаң, исламға келгеннен кейін сен әйеліңнің 10 мінезіне де сабыр ететін адам болуың керексің. Ислам соны үйретеді. Сабырлықты үйретеді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям дәл Қағбаның түбінде Раббысына ең жақын болатын сәждеде жатқан кезінде, оның дұшпандар үстіне түйенің шек қарын төгіп тастап, күліп жатқан кездің өзінде пайғамбарымыз соларға бір сөз айтты ма екен, тұра салып ұрды ма екен? Пайғамбар ұрам десе, 40 жігітке шамасы келетін адамда. Ұрам десе, сөз қайтарам десе, пайғамбар бізден де шешен адам. Талайдың сөзбен сүйегін сындырып ашала жетеді. Пайғамбар сол сәждетті қызы кеп үстінен нәжісті тазалады. Сол пайғамбар үйіне барды, жуынды, шайынды да, үйінен шығып, өзінің үстіне намазда түйенің шек қарын тастаған адамдарға, я айюханнас, қулу ла илаха иллалла туфриху, ей адамдар, құрметті сөз айтты, ей адамдар, ла илаха айтыңдаршы, құтыласыңдар деген сөз айтты да. Мұсылым, біз ашуымызды жеңе алмайынша дағуат жаса алмаймыз. Ашуымызды жеңе алмайынша отбасында береке бар таба алмаймыз. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа бір сахабаға айтты, я Расулалла аусини, маған өсиет айтшы, бір өсиет айтшы, істеп жүрейінші деді. Бұл еркегімізге де әйелімізге де қатысты. Сонда айтты пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, ла тағдаб, ашуланба деді. Өз қысқа және өте маңызды хадис. Ол кісі айтты, және арттырыңызшы деді.
Пайғамбар ла тағдот деп тағдоп ашуланма деп бұл сөзді бірнеше рет қайталап берді. Өйткені осы ол сахаба бір хадисті естіді, оған амал жасайды. Біз қазір 1000 хадис естиміз де жүре береміз, амал жасамаймыз. Біз ғайбат айтуға болмайды дегенді 1000 рет естідік, бірақ ғайбат айта береміз, артымыздан шығамыз. Онда не үшін сен ол Құран жаттап жүрсің, ғайбат жаттама деген? Не үшін сен хадис оқыдың, ғайбаттама деген? Не үшін сен әйеліңді сыйла деген хадисті оқыдың, егер әйеліңді сыйламайтын болсаң? Не үшін сен әке шешеңді сыйла деген хадисті оқыдың, егер әке шешеңді сыйламайтын болсаң? Бір мүгедек Арабта жаңағы бір дағуат жасайтын кісі бар еді. Сол күні басынан басқа қимылдамайды, Аллах жолында уағыз жасайды. Соны жаңағы айтқанда 3 арманым бар, не арманыңыз бар дегенде айтқан армандарының біреусі, егер шіркін-ай, денсаулығым жараса, мына маңдайымды жерге сәжде қойып оққанға не жетсін деген екен де. Біз сол нығмет түсініп жүрміз ба? Армандап жүр біреулер, ол отырып оқиды өйткені намаз. Шіркін-ай дейді, егер Құранды дейді өз қолымен ашып оққанға не жетсін дейді. Ол Құранды оқиын десе біреу ашып бермесе ашамайды. Мен білем сондай мүгедек адамдарды естігем, олар қол істемейді, бірақ Құранды тілімен ашып оқиды да. Тілімен парағын аударады да. Мына қолмен біз бір күн өтіміз Құранымызды ашып өтіп кетсе қандай өкінішті. Және қандай тілегіңіз бар деген кезде, шіркін-ай, дүниеге келтірген анамды бір құшақтарым еді деген екен да. Ай, біз өмір өтіп баратыр, жасымыз қаншаға келді, анамызды бір құшақтап көрдік па? Құшақтаймасақ бір жыл сөз айттық па екен анамызға, субханалла. Бұрынғыларды қараңыздар, қан мұсылмандардың өміріне. Мушрик, кафір әке-шешесін қалай сыйлаған? Біз мұсылман әке-шешеміз солай сыйлап жатырмық па, бауырлар? Олар төсек салғанда шешелеріне, төсекке шеше жатпастан бұрын өзі бір аунап өтеді екен да, шешеме бірдеңе батып қалмас па екен, арқасына тегіспе екен деп тегістеп қояды екен. Үйде ол кезде газ жоқ, свет жоқ, әкесіне дәретке тұру үшін әкесінен ертерек тұрып алып, құманды кеудесіне құшақтап отырып Құран оқыдырады екен, әкеме су жылып берем деп кеудесімен жылған адамдар болған. Біз жарамай қалдық қой әке-шешемізге жыл сөз айтуға. Ол жетпен ол кәфір әкем деп шығамыз неяқта. Жахил әкем деп шығамыз. Әкең Ибрахим пайғамбардың әкесі мушрик емес, тіпті пұт жасайтын адам болған, бірақ сол әкесіне жасап, Құранды қараңыздаршы, Ибрахим қалай қылды? Ол егер 10 сөз айтты, 10 сөздің алдында я абати, әкешім менің, әкеңе шешеңе ағуат жасаған кезде ашуланбауға тырыс. Олардың бір қасиеті, олар ашуланбайды дейді, ол қазір ғайза. Уал афина анин нас, және кешіре білетін қасиеті болады да. Біреу кемшілік істеді ме кешіреді. Біреу оған айып істеп қойды ма кешіреді. Біз деген қарақұрт болып қатып, пәленбай жыл өткеннен кейін сен сөйткенсің деп тұрады ғой. Сен сөйткенсің деп тұрады да. Ұмыт болды. Және олар не деп келеді? Бұл жанатқа кіретін сипаттарын сіздерге естерге алып жатырмыз, біз өзімізге есімізге қалу үшін, әуелі әлбетте өзіміз үшін насихат айтады. Олар дейді, енді керекті біздің тақырыбымызға керекті аяты «Валлазина иза фаалу фахишатан». Ол жаннатта, жаннаттың төрінде, жаннаттың соны бау-бақшасында, астында өзін аққан сондай бір сарайларда болатын адамдардың және бір сипаты «Иза фаалу фахишатан». Бір күнә жасап қойса дейді, біз пендеміз, күнәдан алыс кете алып жасап қоямыз. Пендеміз. «Иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум». Болмаса өздеріне бір зұлымдық қойса, намаз уақытын өткізіп алса, болмаса ұйықтап қалса, бір өзіне зұлымдық қылып қоятын болса, не қылады екен? Закаруллах, субханаллах. Аллах есіне түсіп кетеді. Аллахты еске алады. Сен күнәнің үстінде Аллахты еске алып көрші. Сен күнәні жасай алмайсың. Хадис бар пайғамбарда. Ла язни аззани хайна язни ва хуа муъминун. Зинақорлық істеуші адам зинақорлық істей алмайды, иман бола тұрып дейді. Аллах көріп тұр, Аллах біріп тұр деп, сен некесіз біреудің үстіне, әйелдің үстіне шыға алмайсың, мүмкін емес. Иман бар жерде ол екеу біреуі мүмкін емес дейді. Сен Аллах бар деп біліп тұрып, Мүлк сүресінде деп айтады? Инналлазина яхшауна раббахум бил гайби лахум магфира. Аллах кімді кешірем дейді? Ол Рабб, ешкім жоқ жерде де Құдайдан қорқатын адамды кешірем дейді. Мейлі, сен достармен отырсың, намаз оқып жатсың, бірақ та сен жалғыз қалдың. Сен семьяң жоқ қасыңда, әкең жоқ, шешең жоқ. Сонда сен, бір жақсы уақыт болды, Раббыма бір құлшылық жасайыншы деп, жай намаз іздейсің ба? Жоқ, ешкімге кедергі болмайтын болдым деп, Құран іздейсің ба? Жоқ, да ешкім жоқ болған жақсы болды, менің күнәма куәгер болмайтын болды деп телевизор қойып жаман нәрсе көресің ба? Оны Алла біледі. Бірақ сен жалғыз қалғанда Құдайдан қорқа білетін болсаң, соны лахум магфира дейді, соларды кешірем дейді Аллах Тағала. Соларды кешірем дейді. Олар егер бір
жамандық істеп қойса, күнәсі қойса, закаруллах, Құдайды еске алады да, фастағфару ли зунубихим, тез арада күнәсіне кешірім сұрайды дейді. Ва май яғфиру зунуба иллаллах, күнәні Аллахтан басқа кім кешірсін? Кім кешірсін дейді, омай иллаллах. Валам юсирру ала ма фаалу, Аллах естеріне түскеннен кейін, Аллахты кешірім сұрағаннан кейін күнәні жалғастырмайды. Құдай өз кешірсін деп тезір көріп отырмайды жаман нәрсені. Құдай өз кешірсін деп біреудің бөтен әйелдің қолын ұстап отыра бермейді. Айтты ма, бітті, шегінеді. Өйткені Аллах есіне түсіп кетті. Өйткені Аллахты ойлады, Аллах ол үшін ең ұлық нәрсе. Аллах үшін бәрін тастай салуға дайын. Аллах үшін ол адал нәрсесін тастауға дайын болғанда, арам нәрсені неге тастамасқа ол? Аллах үшін. Сол үшін олар білет дейді, білет Аллахтың ұлы екен, білет күнәнің зиян екен, білет жәннаттың мақсат екен, білет тозақтың шимінде өте қатерлі нәрсе екен. Улаика лахум мағфира, улаика жазаухум мағфиратун мир раббихим ва жанна. Міне солардың сыйлықтары Құдай тарапынан кешірім болады дейді. Субханалла, жәннаттың алдында кешіруді айтты. Өйткені сіздерге айтып кеттік басында, күнәң кешірілмесе жәннатқа кіру жоқ. Сенің қоржыңда шаңның тозағындай бір күнә тұрма, жәннатқа кіре алмайсың. Кірмейді. Аллах не сол күнәңнен тазалайды, не сен өзіңді өзің тазалайсың. Өзіміз тазалаған жеңіл. Аллахтың кеңшілігі. Өйткені Аллах Құранда айтады: وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ. Кімде-кім күнә жасап қойған болатын болса, болмаса өз-өзіне зұлымдық қылған болса, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, кейін Құдайдан кешірім сұраса, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, Аллах хабарлайды, Аллах кешіреді, мейіріміне бөлейді дейді. Аллахтың кеңшілігі ғой. Аллахтың кеңшілігі сол біздердің сондай айыптарымызды кешіріп жіберетін. Сол үшін әрқашан үміттеніміз үзбеуіміз керек. Аллахтың кешіретіндігінен оған ұмтылуымыз керек. Ал жәннатқа кіретін аяттарды көрсеңіз, олардың көпшілігінде олар сәресі уақытысында кешірім сұрайды. Олар кешірім өтінеді. Міне улайка жазаухум мағфира, міне соларға кешірім болады, жанна, оларға жәннат болады дейді. Ең сонда аят не деп деді? Фани'ма ажрул амилин, амал істегендердің сыйлығы қандай жоғары деп аяттар бітеді екен. Сол үшін шынымен бұл уақыттарды қолдан келгенше дұрыс пайдаланып қалуға, біз білмейміз ертең бе, кеш пе, қай уақытта екен, бірақ Аллахтың алдына баратын күніміз рас. Әрқашан естен шығармайтын нәрсеміз Аллах бізді көріп біліп тұрғанын, әрқашан естен шығармайтын нәрсеміз бір күні басымызда өлім бар екенін біліп, әрбір нәрсені ойланып, сол үшін әсіресе адамның біз айттық, және кешірім сұрайтын уақыттары бар. Құран аяттан көрсетілген сәресі уақыттары, жұма күндері, намаздың соңында деп келген сияқты. Біз кешірімді тек қана күнәдан кейін ғана кешірім сұрамаймыз, жақсы істен кейін де кешірім сұраймыз. Өйткені сол ісіміз қабыл болмай қала ма деп қорқамыз. Ал енді күнәдан қалай қорқу керек екен, одан кейін адам баласы үшін әлбетте түсінікті болатын нәрсе. Және де біздің білуге тиісті болған нәрселеріміздің біреусі, әрқашан Аллах Тағала тұратын күнді еске алып отырайық. Ертең қияметтің күнінде хадисте келеді. Құрандағы ең қорқынышты аят дейді: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ мِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кім мысқалдай, шаңның тозаңындай, зәредей бір жақсылық істеген болатын болса, Аллах оны көзіне көрсетеді қияметте. Кім мысқалдай, зәредей бір жамандық істеген болатын болса, Аллах оны да қияметдің көзіне көрсетіп қояды деген екен дейді. Мысқалдай зәрелер есеп алынатын күнді естен шығармауымыз керек. Ал сол жаңағы әсіресе осы күнәларымызды көзбен жинап алып жүрмейік, сөзбен алып жүрмейік. Егер біз сондай бір қателік жіберіп қойған болсақ, Аллахтың кеңшіліктері оны да пайдаланайық, Аллахтан кешірім сұрайық, тәубе жасайық. Әрқашанда осыған көңіл бұрып отыруымыз баршамызға қажетті болады екен. Алла баршамызды ізгілікке бастасын. Субханакаллахумма ва бихамдика.